Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, қазақтың биі. 2026 жыл 20 ақпан Алматы қаласы. Мына ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жұма күні тілеген дуа тілектеріңіз қабыл болсын. Мына енді көпшілік жан-жақтан азаматтар осы мына билер туралы маған түсіндіріп кетсеңіз деген өтініш білдіріп отыр. Қысқаша айтып кетейін. Сол енді біздің кезінде атам заманнан билеп басқарып дау-дамайын шешіп келе жатқан сол біздің билер қазіргі таңда сол бұрынғы жүйемізден тамырын үзіп ұмыт болып кетті. Сол енді біз соның бәрін қайтадан жандандырып, сол 2021 жылы Ғайберен Қырықшілтен деген жерде Шымкент өңірінде сол жерде ең бірінші билердің құрылтайы болды. Онда жан-жақтан келген аға билер сол жерде көпшілік дауыспен Сейітқали ақсақалымызды қазақтың төбе биі қылып сайладық. Бізде жылда билер сайлау өтіп отырады. Ол жерде мықтының мықтысы шығып, жылда жасаған жұмыстарын көпшілік билердің алдында жұмысын көрсетіп барып, қайтып сайлауға түседі. Сол 2022 жылы Ақшатыр деген жер бар, сол Шымкент өңірінде. Ол жерде де жаңа сайысқа 6-7 адам түсті. Көпшілік дауыспен Омаржарел бауырымыз қазақтың бас биі болып сайланды. Сол 2023 жылы Алматы қаласында Алмалсай мейрамханасында үлкен киіз үйіміз бар. Сол жерде қазақтың билердің сайлауы болды. 16, 17, 18 3 күн өтеді бізде құрылтай. Қыркүйекте сол 2023 жылы 5 адамның ішінен көпшілік дауыспен мен Ермек Албан қазақтың бас биі болып сайландым. 2024 жылда сол Алмалсай мейрамханасында сол киіз үйде үлкен сайлау болды. Жан-жақтан әр облыстың билері келеді. Сол әр облыстың билері бас би болам деген азаматтар сол жерге ашық сайлауға түсіп, ашық сайлауда жаңағы қол көтеріп, жаңағы әр облыстың өңірден келген азаматтар кемінде 5 адам болады әр облыстан. Сол жерде ашық сайлауда сол 2024-2025 жылы көпшілік дауыспен мен Ермек Албан сайландым. Ол жерде әр облыстың билері келеді. Әр облысқа би болам деген азаматтар өздерінің бір жылдық жұмысын көрсетеді. Бір жылдық жұмысын және алдыңғы істейтін жоспар жұмыстарын көрсетеді. Сөйтіп барып ашық сайлауға түсе алады. Жылда сөйтіп біз сайлау өткізіп отырмыз. Сөйтіп енді біз басында мына қазақ билер алқасы деп ұйым құрып, одан ортамыздан азаматтар шығып бөлініп кетті. Біз қазіргі таңда мына альянс жаса, қоғамдық қор, әлем қазақ билері басын біріктіріп, сөйтіп қазіргі таңда мына осындай куәліктерімізді алдық. Мынау қазақтың бас билері, бас облыс билері осындай куәлік алады. Осындай куәлікпен біз бас билер осындай куәлікті алып жұмыс жасаймыз. Басқа билерге міне осындай куәлік беріледі. Сол жарғымызды тіркеткенбіз. Енді 2023 жыл біз әлем қазақ билер ұйымы болып жаңа жұмыс жасағаннан кейін бізде 2023 жылы Мәскеу қаласынан барып Мерген деген бауырымызды қазақтың сол Ресейдегі, Мәскеудегі қазақтардың басын біріктірсін деп ұйымдастырушы бас би қылып сайладық Мерген бауырымызды. Өзбекстан мемлекетінде Тасболат ағамыз бар, біздің билер ұйымынан, әлем қазақ билерінен. Және Ауғанстан 2025 жылы Ауғанстан мемлекетінен де қаландар бауырымызды Ауғанстан қазақтарының бас би қылып сайладық. Біз бірінші жоқ жерлерде ұйымдастырушы бас би сайлаймыз. Сол ұйымдастырушы бас би өз өңірінде, өз мемлекетінде сол қазақтардың басын біріктіріп, WhatsApp тобына мықты қазақтардың басын жинайды. Сол мықты қазақтардың басын жинап, сөйтіп барып сол өңірдің өзінің қазақтары жиын жасап, сол жиында сайысқа түсетін билер болса, сол өз араларынан мықтының мықтысын жаңағы бас би қылып сайлайды. Сөйтіп арғатай облыс билер сайланғаннан кейін барып арғатай аудан, қала, ауыл билері өздері сайланып кете береді. Ру билерін өздері, рудың азаматтары өздері сайлап алады. Сөйтіп біз Құдай бұйыртып жатса осы жылы жан-жақты басқа мемлекеттерді аралаймыз. Және бізде қазіргі таңда әр облыстың билері сайланды. Бізде қазір мына Ұлытау облысынан және Петропавл облысынан
сол жақтан жаңағы билер алқасын құруымыз керек. Сол енді бізбен қатарда жұмыс жасап жатқан басқа би топ азаматтар бар. Енді ол ағаларының сөзін сөйлеп жүрген азаматтар да енді өз жұмыстарын жасап жатыр. Енді біз әлем қазақ билері альянсасы ұйымының азаматтары, біз енді ата бабаларымыздың жолымен жүріп, жылда біздің Жидел деген жеріміз бар. Сол жерде әр рудың, облыстың билері жиналып, сол жерде біз бір қазаннан шұбатымыз ішіп, біз жаратушы иемнің алдына, ата бабаларымыздың алдына және де халықтың алдына жаңағы жұмысымызды әділ жасаймыз деп антымызды берген билер сол менің бастаған әлем қазақ билер ұйымында қазір бәрі сол әр облыстың билері отыр. Нақты жұмыс жасап отқан билер біз жылда бір ай, 2 ай қалған кезде жаңағы құрылтайдың алдында бір жылдық жұмысымызды көрсетеміз. Халыққа қандай жұмыстар жасадық, қандай жұмыстар атқардық, соның бәрін біз көрсетіп айтып отырамыз. Сол енді жылда сол облыстың билері бәріміз жиналып, бір жылдық жұмыс жоспарын құрып, алдағы жоспарымыз және де істеп кеткен жұмыстарымызды айтып, мына тәжірибемізбен бөлісіп отырамыз. Сол бізде қазір әлем қазақ билер үлкен WhatsApp тобы бар, жан-жақтан қазақтар отыр. Билер кеңесі бар, және де қазақтың бас билер тобында ол жерде өзіміз нақты бір жұмысты талқылайтын болсақ, ол жерде әр облыстың билері 3 күн талқылайды. Содан кейін барып көпшілік дауыспен қандай шешім шығарамыз, сол шешімді жан-жаққа жариялаймыз. Енді біз жаңадан құрылып кеткен ұйымбыз. Мына енді 2 жыл бойы жаңа жұмысымызды енді жасап жатырмыз. Аяқтан шалып отқанда көптеген іс-әрекеттер болды, арттан жамандап та неше түрлі сөздерді айтып, жаңағы қиқым-сиқым дегендер де жаңа әңгімелер болды. Енді мына біздің Алматы облысының бас биі Қамдыр биіміз де өте жақсылап түсіндіріп айтып кетті. Жаңабай атамыздың айтқан сөзін, мына қиқым-сиқымның әңгімесін осы мына билер туралы. Ол жерде жаңағы Қамдыр биіміздің айтқаны нақты халықтың мәселесін айтып көтеріп, жаңағы сөзін айта алмайтын би жоқ өңірлерді сол жаңағы қиқым-сиқым деп сөйтіп би жоқ жерлерді атайтын айтып кетті. Сол енді құрметті қазақ елі, біз әр өңірді аралап шықтық. Осы жылы 2025 жылы мына біз Маңғыстау облысына барып қайттық. Ақтау қаласынан бастадық. Өте керемет қарсы алып алды. Ақтауда Жанөзенде біздің аталарымыздың ұрпақтары өте керемет, енді сөзім жоқ. Өте енді керемет сондай қарсы алып алды. Біз енді 2 сағаттан сөйлеп, өзімді шынайы халықтың тыңдап отқанын, сол жерде әр рудың, өңірдің ақсақалдары жиналып, сол жерде үлкен жиын жасадық. Ақтау қаласында, Жанөзен қаласында Бекет атамыздың басына бардық. Шопан атамыздың басына да барып Құран бағыштап, намазымызды оқып, сол жерде жаңағы Шопан атамыздың басына жаңағы челек тастағанда толып шықты. Жаңағы жерде бауырларымыз да өздері риза болып отыр. Жаңағы бос шығатын, не болмаса түбінде ғана су шығатын. Мына жерде бүткіл сол өңірдің азаматтарымен бірігіп шығарған кезде челек толып шықты. Оны жақсы ырымға бағыштадық. Өстіп одан Жанөзен қаласында да үлкен жиын болды. Енді шынын айтсам, мен өзім өте қатты риза болып қайттым. Сол енді Адай атамыздың ұрпақтарына да айттым, араларыңызда бір адай қосылды деп, енді өзім қатты риза болдым. Сол енді Ақтау қаласына барған кезде де сол Ақтау қаласында сол жақтың ақсақалдары бар, Үміт Әкбейіміз бар. Сол Ермек төбе деп, сол Ақтау Каспийден маған бір төбе атақ қойды. Сол төбенің басына тұрып, бүткіл ата бабаларымыздың атынан, бүткіл би аталарымыздың атынан сол жерде батамызды беріп, Үміт Әкбемізге де сол жақтың ақсақалдарына айтып кеттік, осы жерге сол төбеге келіп дұға тілек жасасаңыздар, дұға тілектеріңіз қабыл болады деп, Ермек төбе деп сол жерде төбені қойып кетті. Жаңа жерде мұнайшылар деп бір жер бар екен, жаңа жерде бір көп нелерді, туристер жиналатын жер. Сөйтіп маған енді Болат бауырымыз бар, жаңағы хатшымыз, юрист төртеуміз барғанбыз. Сол жерде біздерге аққу көрсетеміз депті. Сол бір аққу жоқ, сонымен әйтеуір оған да бата беріп кеткенбіз, аққу көп болсын,
Ақтау қаласы мына Маңғыстау өңірі жақсы үлкен сондай бай қуатты өңірлердің бірі болсын деп сол жаңағы жақсы жаңалықтар естіп жатырмыз. Сол жақта мыңдаған аққулар толып кетіпті деп. Содан мына Қоңырат аталарымыздың ұрпақтарына да мына Шымкент өңіріне, Түркістан облысына да барып, ол жерде Түркістан облысының ақсақалдарымен, жаңағы басқа ұлттың азаматтарымен де кездесіп, ол жерде өте жақсы сұхбатымыз жасап, осы билер алқасын құру мәселесі жағын, ол Шымкент Түркістан облысының бұрыннан бері билердің жұмысын бәрі біледі, билердің жұмысымен жақсы айланысып жатыр. Ол жақта ақсақалдар билерге бәрі бас иіп, және де солардың сөзін сөйлейді. Енді ол жақта да жаңағы жақсы өте қатты қарсы алып алды. Сол енді аталарымыздың, бабаларымыздың атынан да жаңағы батамызды беріп, ол жақта жаңағы бізде су жоқ, қар жоқ, жауын жоқ деп, ол жақта жаңағы Болат бауырымыз бәріміз сол батамызды беріп кеттік. Қазіргі таңда сол Түркістан, Шымкент, Таразға да барғанбыз. Ол жақтың бәрінде қар жауып, жаңағы су қоймаларының бәріне су толып жатыр деп жаңағы қуанып жатыр. Мектептерге де барып, ол жаққа да жаңағы батамызды беріп қайттық. Ол жерде де жаңағы чемпиондар шығып, жаңағы алтын медальмен де қайтып келіп, жаңағы мектеп директорлары да рахметін айтып жатыр. Сол мына Тараз қаласына да барып алдында осы мына 2023-24 жылдары сол батамызды беріп, осы өңірден олимпийский чемпиондар шықсын деп батамызды беріп, ол азаматтарда спорт саласының азаматтарда медалін тағып, ризашылығын білдіріп, не қылып кетті. Ол жерде де осы мына Тараз жақтан 2 олимпийский чемпион шығып. Сол сияқты енді оның бәрі біз ата бабаларымыздың жолымен жүргеннен кейін біздер де ата бабамыздың әруақтары қоршап қолдап жүреді. Біз енді ақиқат жолымен, бабаларымыздың салып қойған жолымен жүргеннен кейін ата бабаларымызды қоршап қолдап, сол әйтеуір шын жүректен беріп жатқан ниетте мына жаңағы баталарымыздан қабыл жасап, жақсы болып жатқанды өзіміз қуанып отырмыз. Сол біздің мақсатымыз қазақтың басын біріктіру, әлем бойы қазақтың басын біріктіру. Қазақтың басы біріксе, қазақты алатын жау жоқ. Сол құрметті қазағым, әр жердің, өңірдің билері, өздеріңіз ұйымдастырушы би сайлаңыздар, әр өңірлеріңізде. Сол билерді сайлағаннан кейін сол біздің ұйымға қосылыңыздар. Бірлік бар жерде тірлік те болады. Мына енді түрме толып кеткен. Қазіргі таңда осында жақында Алматы қаласының СИЗОсына кіріп кеттім. Сонда 1250 дей ма, сондай орын екен. 250 адам артық дейді. Сол 400-500 адамға шейін толып кеткен. Ал енді билер болса, сол билер дау-дамайға жеткізбей, барлық мәселенің бәрін шешіп отырады. Енді осы 2024-25 жылдар осы Астана қаласында Жасыл желкен деген партия бар. Сол Гүлекең басқарады. Гүлекеңге де осы 3-4 жыл бойы осына түрме толып жатқан 5-6 10 адамның 5-6 осы закладчиктер екен. 16 жастан бастап ол қазақтың балалары, қыздары түрмені толтырып жатыр. Осына закладчик болып ауылдан жұмыс іздеп келеді. Осындай мына телеграм топтар арқылы осы мына 20 мың теңге, 30 мың теңге қаражат аласың деп осындай жағдайға барып, ақша жетіспегендіктен түрме толтырған сол қазақтың ұлдары мен қыздары толтырып жатыр. 10-15 жылға дейін сотталып жатыр. Соны осы мына 4-ші үлкен жиын жасады Астана қаласында. Сол жерде барып президентке, өкімет саласының азаматтарына, депутаттарға үндеу салып кеттік. Одан кейін сол нәтижесін беріп, сол 15 жылдан 5 жылға түсіріп, және де 15 мың адамды амнистиямен шығаратын болды. Сол сияқты біздің екінші ұйымдарымыз біз енді мына сот жүйесіне де 2023 жылы мен жоғарғы соттың азаматтарымен де сөйлесіп кеткенмін. Ол жерде жоғарғы соттың азаматтары біз мына құжаттарымызды алып, бәрін рәсімдеп не қылғаннан кейін, медиаторлық құжаттарымызды алып, сотқа дейінгі біздің билер дау-дамайды мәселе шешіп отыратын болады. Бізде 6 миллиондай іс болады екен. Қазақстан бойы жылына 20 миллион адам болса, соңғы 6 миллиондай ісі болады екен. Сол көптеген өздеріңіз білесіздер, енді істі болған қазақ бір-бірімен дау-дамай туындап жатса, ол енді сотқа жүгінеді. Сотқа жүгінген кейін жаңағы адвокат жалдайды. Адвокат кемінде сол 200 мыңнан миллиондап жаңағы адвокатқа жалдап, одан кейін сол өкімет саласының азаматтарына жол іздейді. Прокурор, сотың бар. Егер де сотталып жатса, ол ертеңгі күні адамның өмірі бұзылады, тағдыры бұзылады, және де
ертеңгі күні ол жұмысқа кіре алмайды, денсаулығы бұзылады, өмірі бұзылады, бір отбасының тағдыры бұзылады. Ал енді билер сол 1 сағатта сол дау-дамайдың бәрін шешіп бере алады. Ол жерде билер ешкім ақша сұрап отқан жоқ. Өздеріңіз көңілдеріңізден беретін беріп кетеді. Ешкім осынша ақша бер деп ешкім би сұрамайды. Сол енді ол халыққа да тиімді, өкімет саласының азаматтары да тиімді. Және де мына ұлттық ұрықтың десе қызын құрт дейді. Мына біздің қыздарымыз қазіргі таңда жан-жақта неше түрлі ұлттарға үйленіп кетіп жатыр. Ажырасу да өте көп, бұзылып жатқан қыздар да өте көп болып жатыр. Шетелде өзін сатып жүрген көптеген қарындастарымыз бар. Соны дұрыс жолға түзеу үшін аналар ұйымдары қазір бізде ашылып, аналар ұйымы сол ажырап жатқандармен татуластырып айланышып жатыр. Енді біздің мақтанышымыз мына Бибігүл әпкеміз бар, Ақтөбе облысынан. Жылына 1000-2000 отбасыларын, ажырасып жатқан отбасыларын қосып, және де мектептерде жаңағы оқушы қыздармен кездесіп, дұрыс жолға түсіріп жатыр. Шымкент өңірінде, Шымкент облысында жаңағы Зүлфия әпкеміз бар, өте керемет. Мына Маңғыстау облысында Үміт әпкеміз бар. Сол сияқты бізде сол аналарымызға біз ел анасы деген құжаттарымызды тапсырып, бұйыртса сол ертеңгі күні сондай аналарымыз шығып жатса, мына бұзылып жатқан қыздарды дұрыс жолға түсіретін болады. Мектептерде сол қыздармен кездесіп, дұрыс жолға қазақтың қызы қандай болу керек екенін соны түсіндіріп отырады. Сонымен қоса мына 3-ші ұйым бізде жаңағы идеология, мына ең үлкен ұйым бізде идеология ұйымы. Сол мектептермен біз кездесіп, оқушылармен кездесіп, студенттермен, мына қазір военный частьтарда мына неше түрлі қазір өлім де болып жатыр жас балалардың арасында. Бір-бірін ұрып соғып қойып, соларды біз жаңағы дұрыс жаққа сөзімізді айтып, дұрыс сөздерімізді айтып, ондай іс-әрекетке бармас үшін сондай жиындарда кездесіп, сол идеология ұйымы сонымен айланысатын болады. Сонымен жаңағы қазылар тобын айтып кеттік, спорт саласы, өнершілер бар, ғалымдар бар, тарихшылар бар. Қазір мына неше түрлі жақсы іс-әрекет жасап жатқан бір жақсы бір ноу-хау бірдеме ойлап тауып жатса, соларды қолдап, ертеңгі күні сол өндірістік ашу үшін жаңағы сол жұмысын жасайтынымыз боламыз. Сонымен қоса мына әлем қазақ билері әлемнен әр жаңағы мемлекеттен жаңағы қазақтың мықтыларын тауып, соларды би сайлап, сол қазақтың басын біріктіру саясатымызбен жұмысымызды жасайтын боламыз. Ол енді өкімет саласының азаматтарына да тиімді. Мына біз өз басым Алматы қаласында неше түрлі мына ұлтаралық қақтығыс болсын, ондай қақтығыстарды барып дұрыс жағынан шешіп, сондай жұмыстарымызды мен өз басым сол 90-шы жылдардан бері жасап келе жатырмын. Жаңағы дау-дамай, жаңағы төбелес болып жатқан жерлер болсын, бір-бірін түсінбей жатқан жерлерде азаматтар шықса, сол барып дұрыс жағынан шешіп беруге сол жұмысымызды осы күнге шейін жасап келе жатырмыз. Көптеген ұлтаралық қақтығыстарды тоқтаттық. Мына ұйғырлармен, доңғандар болсын, мына құрттар, мына Кавказ ұлттарымен де жаңағы біраз нелер болып қалды. Оның бәрін сол баяғыдан бері сол шешіп келе жатырмыз дұрыс жағынан. Және де мына 2 қаңтарда да ол жерде де қатысып көптеген азаматтарды аман алып қалдық. Одан кейін түрмеден біразын шығарып алуға да жаңағы ықпалын жасадық. Сол енді істеп жатқан жұмыстарымыз өте көп. Мына енді көпшілік оны көре білмейді. Біз өзіміздің мына әлеуметтік желілерге мына өзім Ермек Албан деп шығарып отырамын. Және де әр өңірдің, облыстың билеріне жаңағы біз айттық, өстіп өздеріңіздің Facebook, Instagram, YouTube, TikTok парақшаларын ашып істеп жатқан жұмыстарыңызды көрсетіп отырыңыздар деп, енді ашып қазір халық билердің жұмысымен енді танысып отыр. Сол мына Жаңаөзен, Маңғыстау өңірлерінде де мықты би азаматтар керек. Қазір ол жақта ақсақалдар деп айтады екен, сол жақтың ақсақалдары да осылай ұсыныс лақтырған, бір түсіндіріп кетсеңіз деп.